Трэш-ток аралас жекпе-жек әлемінде басты рөлдердің біріне шықты. UFC және де бүкіл MMA промоушендердегі әр жауынгер өзінің трэш-тогымен көзге түсіп, атын шулатқысы келеді. Солай өздерін дөрекі көрсетіп, нокаутқа түсіретіндерін айтады. Себебі айтқандарын орындаған кезде ол бірден жұлдызды жауынгерлердің біріне айналады. Ал егерде айтқан сөздеріне жауап бере алмаса, бүкіл MMA қауымдастығы үшін клоунға айналып, ғаламторда мем ретінде жүреді. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз топ 5 сөздеріне жауап бере алмаған трэш-токерлер жайында сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Топымызды ашып отырған Майкл Джонсон. Кезінде Майкл Джонсон WSOF промоушеннен келген Джастин Гейджиді UFC'де алғашқы қарсылас ретінде күтіп алған еді. Гейджидің жекпе-жектеріне қарамастан өз-өзімен тыныш, әрі салмақты жауынгерлердің бірі. Алайда көптеген кезде өзіне қарсы трэш-токпен кездескен еді. Алғашқы конференциядан бастап Майкл Джонсон Гейджиді боқтап, шешесіне тіл тигізіп, оңай нокаутпен жеңетінін айтып отырған. Сенің шешең ағасынан көтеріп, сені туып тұр ғой, иә? Сендердің отбасыларың қызық екен. Кім-кіммен жатып жүр? Кейін Джастин Гейджи Майкл Джонсонның айтқан әр сөзі үшін өкінетін және де қашып жүріп өлетін шакал болатынын айтты. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Айта бер, жекпе-жекте мен сені сындырам. Солай Джонсонның трэш-тогы өтпей қалды. Ал Гейджи айтқан барлығын жасап, екінші раундта нокаутпен жеңіске жетті. Осы жеңілістен соң Майкл Джонсонның мансабы құлдырап, келесі 11 жекпе-жегінде 7 рет жеңілген болатын. Келесі орында Бен Аскрен. Кезінде UFC-ге келмес бұрын Бен Аскрен ең тәжірибелі дебютанттардың бірі болған. Себебі бүкіл мансабын жеңіліссіз өткізіп, азиаттық One FC промоушенның чемпионы болатын. Кейін UFC-дегі мансабы бұндай белестерге тең бола алмады. Алғашқы жекпе-жегінде Робби Лоулерді түсініксіз жеңген соң, келесі жекпе-жегінің алдында шу шығарайын деп барлығына құм шашып бастады. Алайда бұндай заттарды айтпайтын адамға тап болды. Бұл Хорхе Масвидаль. Бен Аскрен Масвидальды өзі шақырған болатын. «Ей, Масвидаль, көп тырылдап қаша бермей жекпе-жекке шық». Барлық сұхбаттарында боқтап, жамандап, твиттерден жекпе-жекке шақырып жүрді. Жекпе-жекке дейін Аскрен Масвидальды трэш-тогымен ызасынан шығарып, менталды түрде сындырамын деп ойлады. Алайда Масвидаль бұл жекпе-жекке максималды түрде жиналып, салмақты келді. Ол мені жеңе алмайды. Тіпті бірде-бір соққы тастай алмайды. Мен оның жанын шығарып тұрып жеңіске жетемін. Бір соққы да тигізе алмайды. Көрде тұр. Бір соққы да тигізе алмайды. Көрде тұр. Бұдан соң Бен Аскрен өзіне келе алмай, тағда бір жекпе-жек өткізіп, мансабын аяқтаған болатын. Топымыздың келесі орында трэш-токтың атасы Chael Sonnen. Ұзақ уақыт трендке айналатын затты жасап, кезіндегі ең көп сөйлейтін, атышулы жауынгерлердің бірі болды. Chael Sonnen бір жекпе-жегінен соң Андерсон Сильваны төбелесіп білмейтін күшіктеген болатын. Chael, сен тым артық кеткен сияқтысың, Сильвадан кешірім сұрағың келмей ме? Біріншіден, мүлде 100%-ға жоқ. Екіншіден, артық кетпесең өз мақсатыңа жете алмайсың. Мен мына жерде екінші орын үшін отырғам жоқ. Маған күміс жүлде мен мейн ивенттен орын керек емес. Менің мақсатым чемпион болу. Шынымды айтсам, Сильваға бәрібір. Сильваны ұрып соқсам, чемпиондық беделіме бонус ретінде қосылады. Оның джиу-джитсудан қара белбеуі өтірік. Мен оны ойыншық мәшінімен салыстыра аламын. Барлығында бар, бірақ ешкімге қызық емес. Жекпе-жекте Chael Sonnen көпшілікті таң қалдырып, Андерсон Сильваны 4,5 раунд бойы доминантты түрде жеңіп жүріп, 300-ден астам соққы тастап, жеңісіне келе жатырған. Алайда джиу-джитсудан қара белбеуінің арқасында Андерсон Сильва Chael Sonnenге 3 шатты сабмишнге жауып, жеңіске жетті. Осыдан соң Chael қатарынан 2 жеңіске жетіп, қайтадан Андерсон Сильваны жекпе-жекке шақыра бастады. Мен Сильвадан жеңілген жоқпын. Мен тек бір раунд оған беріп қойдым. Бастапқы 4-еуінде мен үздік болдым. Сондықтан чемпион ол емес, мына мен. Қалай сендер оны жеңімпаз санайсыңдар? Менің шыққан жерімде егер бір еркек басқа еркектің басына аяқтарын салса, ол жеңімпаз емес. Енді қазір ол менен қашып жүр. Қорыққаны соншама, тіпті менің атымды атаудан да қорқады.
Чейл Сонненің айтқан сөздері Андерсон Силваға әсер етті. Себебі фейс-ту-фейс кезінде Силва иығымен Сонненді соққан болатын. Чемпион құдайға қарсы, өтірік аңызға қарсы. Андерсон Силва Чейл Сонненге қарсы. Өтірік чемпион нағыз чемпионға қарсы. Жекпе-жек басталысымен Чейл Соннен өзін жақсы көрсетіп, доминантты түрде алғашқы раундты өз қоржынына қосты. Алайда екінші раундта керек емес бэкфисттің кесірінен нокаутпен жеңіліс тапты. Солай Чейл Соннен қайтадан жеңіліп қалды. Кейін дәл осылай Чейл Соннен Джон Джонстан да Тито Ортизден де жеңіліп қалды. Топымызды басқарып отырған Конор Макгрегор. Әрине, бірінші орында Конор Макгрегордан басқа ешкім бола алмайды. Себебі Конор MMA тарихындағы ең басты трэш-токердің бірі. Өзінің керемет пресс-конференцияларының арқасында миллиондаған жанкүйерлерді UFC-мен таныстырды. Әрдайым өзінің айтқан заттарын орындап, сөздеріне жауап беріп жүрді. Алайда Конор да сөздеріне жауап бере алмаған кездері болған. Конор Макгрегор мен Хабиб Нурмагомедовтың жекпе-жегі барлығымыздың есімізде шығар. Және де барлығымыз оған дейін және де кейін не болғанын білетін шығармыз. Сондықтан біз ол жекпе-жекке тоқталмай Конордың Нейт Диасқа қарсы шайқасын еске алайық. Мен ақша туралы сөйлесейін дегем. Нейт, бамжара, мына жерден кете бер. Сен ақшаның не екенін білмейсің да. Білесіңдер ме? Егер біреу менімен жекпе-жекке қол жеткізсе, бірден әйеліне телефон соғып, "Жаным, біз енді бай боламыз" десе, Нейт ағасына звондап айтады. Жекпе-жек жақындаған сайын Нейт кішкентай бала секілді тышып жатыр. "Мен сені қазір бай қыламын. Менің арқамда ақша табасың, бамжара. Мен оны бірінші раундта нокаутпен жеңем. Қараңдар, астыда да, үстіде де быт-шытын шығарам." Конордың айтқан заттарының барлығын Нейт Диас жасап, ешкім күтпеген басты жеңістерінің біріне жетті. Кейін Конор Дастин Порьемен кездескен болатын. Егер алғашқы жекпе-жегінде Конор Порьені трэш-тогымен моральды және психология жағынан жеңіп кетсе, реваншта Конор көп сөйлемей жақсы жағынан көрсетті. Ал үшінші жекпе-жекте Конор Дастин Порьені боқтап, әйелін жамандап, октагоннан өз шыға алмай, оны көтеріп алып кетеді деген болатын. Алайда өздеріңіз білетіндей, сол жекпе-жекте Конор аяғын сындырып алып, жеңіліп қалды. Сонымен қатар, өзі шыға алмай, Конорды октагоннан носилкалармен көтеріп алып кеткен болатын. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осыған дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.